Мен бейбіт елдің ұланы Садуақас ауданы Бақытбекқызы, Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Орынса жалпы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Ұлы жеңістің 75 жылдығына өзімнің батыр аталарым туралы сөз етемін. Соғыс жылдарында әрбір үйден кемінде 2-3 адамнан майданға аттанды. Біздің таудың баурайындағы шағын ғана ауылдан 300-ден астам азаматтар кетті. Соның ішінде өткен ғасырдың басында ояз болып ел басқарған, адамгершілік қасиеттермен ерте танылған ел ішіне Тұрланбай оязнай деген аты қалған біздің Тұрланбай әулетінен де 9 адам әскер қатарына шақырылған. 9 адам, Тұрланбайдың 6 ұлы, 3 немересі, бір үйдің шырағы соғысы аттанып кете барған. Кімнің жаны аман қалады, кімнің шырағы ерте сөнеді. Бұл әзірге белгісіз. Отанды қорғау қасиетті парыз. 9 жан менің қымбатты да аяулы аталарым. Олардың тек 3-еуі ғана Сыдық, Мырзаш, Садуақас атамдар елге аман есен оралды. Ал менің атам Сызаев Садуақасқа келер болсақ, ол кісі 1924 жылы наурыз айында дүниеге келген. Атаның өз сөзіне айтар болсақ, 5 тоғыздың 5 жаңасында өмірге келді. Сол 5 тоғыздың 5 жаңасы наурыз айының 5-і болса керек. Соғысқа 1942 жылы қыркүйек айында 18 жасында аттанады. Витебск қаласынан бастап Прибалтика елдерінде, Калининград майдандарында соғыстың небір ауыр күндер өткізіп, ұлы жеңісті сол жерде қарсы алды. Содан 1947 жылы 45 күндік демалыс отпусыға алып елге келіп қайтқан. Отпускысы бітіп, атам қайтадан әскери қызметіне кетеді. Балтық теңіз жағалауында Латвия, Литва жерінде ішкі әскери істер бөліміне қызмет істеп, соғыс тұтқындарын күзететін ротаны басқарған. 1949 жылы елге келген соң отбасын құрған. Атаның соғыста және бейбіт өмір кезінде алған наградалары көп. Атап айтсам, 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен және Кеңес одағының маршалы Жуков медалімен, Германияның жеңгені медалімен, тағы басқа көптеген мерейтойлық медальдармен, төсбелгілермен марапатталған. Бірнеше мәрте селолық советке депутат болып сайланған, аудандық партконференцияның делегаты болған. Ағайын туысқа соғыс ардабын тартқан жетім-жесірлерге көп қарасқан, ел жұртына адал қызмет еткен. 3 қыз бір ұлды тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, 1998 жылдың тамыз айында өмірден өтті. Атам өмірден озса да, ол кісі туралы естеліктер жадымыздан ешқашан ұмытылмақ емес. Ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында мен аталарым жайлы осылайша толғанамын. Өйткені олар отан үшін от кешкендер. День победы, день победы.